Сауда және интеграция министрлігінде 2016 жылдан бері алғаш рет әлеуметтік маңызы бар товарлар арзандады дейді. Яғни күнделікті өзіміздің жеп жүрген нан, күріш, картошка, пияз және ұн сияқты товарлардың бағасы түскен дейді. Аталған деректер рас па? Бірге тексеріп көрейік. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сенсек, әлеуметтік маңызы бар товарлар ең соңғы рет 2015 жылы қымбаттамаған, яғни көтерілмеген. Одан кейін жыл сайын кем дегенде 1,5%-ға дейін өсіп отырған. Ал тіпті 2022 жылы осы товарлар 17,4%-ға өскен. Дегенмен бұл товарлар жекелей алған кезде бағалары қымбаттады немесе қымбаттамады деп айтуға келмейді. Мысалы, 2 жыл бұрынғы бағамен салыстырып көрейікші. Мына жерде қарасаңыздар, бірінші сорттағы бидай ұны мен нан аса бір қымбаттамаған көруге болады. Ал тазартылған күріш керісінше 2 еседей өскен. Ал қарақұмық жармасы мен күнбағыс майы керісінше азайғанын байқаймыз. Келесі бетте ең негізгі товар ретінде сиыр еті мен тауық етін ала аламыз. Сиыр еті тиісінше 250 теңгеге өссе, тауық еті 200 теңгеге өскен. Ал мына жерде күнделікті біздің пайдаланып жүрген көкөністерді ала аламыз. Картоп сәл ғана қымбаттаса, сәбіз бен пияз керісінше арзандағанын байқауға болады. Ал соңғы беттегі ең маңызды товарлардың ішінде бізге қант және жұмыртқаны аламыз. Қант 100 теңгедей арзандаса, ал жұмыртқа болса керісінше 200 теңгеге қымбаттағанын байқаймыз. Байқағанымыздай, әлеуметтік маңызы бар тауарлар жекелей алғанда кейбірі өсіп, ал кейбір расымен арзандаған. Ал сіздің өңіріңізде бұл тауарлар қаншалықты қымбаттады немесе арзандады? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.